Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін мен мына келе жатқан жаңа жылымыз Айдахар жылы болғандықтан мультфильмдегі кішкентай Дракоша Айдахардың баласын жасап көрсетемін. Енді бұны көріп отырсаңыздар болады, осындай. Айдахарды үйрету деген мультфильмнен Айдахарын алып отырмыз. Соған қарап жасап жатырмын. Біріншіден біз поролоннан басының бірінші басын жасап аламыз, домалатып, сопайтып. Одан кейін барып маңдайын, мұрынын, одан кейін барып бетін келтіріп жабыстырамыз. Бастың домалағын 3 сантиметрлік қатты поролоннан жасаймыз. Жұмсақ болса тез кетіп қалады. Одан кейін беттеріне 2 сантиметрлік тоже жұмсақ емес қатты поролоннан жасаймыз. Көзін бәрін келтіріп қоямыз, кейін сосын оямыз. Мынау денесі адам ішіне бүйтіп аяқ жағынан сразу кие салатын қылып жасаймыз. Бұны да осы тройка 3-тік поролоннан жасаймыз. Біздің басымыз дайын болды. Ауыз жағын ең соңынан бөлік нетеміз. Басқа киетін жағын осындай қалпағын жасап аламыз. Соның ішіне клейлеп тастаймыз. Бет жағына, чтобы бетін поролондар біреулерді аллергия болады, сондықтан аллергия болмас үшін ішін матамен қаптап клейлеп тастаймыз. Өздеріңіз қарап отырғандай, міне поролоннан бет жақтарын келтіріп, кесетін жерін кесіп дайындаймыз. Міне қаптаған кезде осылай шықты. Енді оның көзін, бәрін, және құлақтарын келтіріп өзіміз тіге береміз. Көздерін сеткіден, өйткені сол көзінен қарап отырады. Сеткімен. Мына арқасындағы пышақ сияқты жондарын бәрін мына поролон ішіне салып, сыртын кожа заменительмен қаптап шығамыз. Содан кейін арқасына бұның мынандай крыльялар болады, қанаттары. Олардың бәрін каркастан жасап, етіктерін, қолбақтарын дайындаймыз. Каркасты жасағаннан кейін, көрініп тұру үшін оларды 1 сантиметрлік поролонмен қаптап шығамыз. Барлықтан. Аяқ жағын жасамаймыз. Қаптамаймыз поролонмен. Енді осыны кожадан тігіп алып, полностью қаптап шығамыз. Біз міне қанаттарын бәрін осылай тігіп алып, қаптап болғаннан кейін қолмен, машинкамен тігіп аламыз. Одан кейін шеттеріне жетпеген жерін қолмен тігеміз. Міне, құрметті көрермендер, біздің кішкентай Айдахарымыз дайын болды. Балалармен ойнауға дайын тұр. Артындағы мынандай қанатын, специальный өзінің ұясы бар жасаған, соған алынып тұрады. Балапандарға жақсы ойнағанға. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен, жаңа жыл құтты жыл болсын, ең жақсы жыл болсын. Барлық бала шағаларды қуантып тұрсын. Қазақстанымызда тыныштық, бейбітшілік, ауызбіршілік, барлық отбасыға бақыт тілеймін.